Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта біз карст процестердің жүзеге асу негізгі себептерін қарастырып кеттік. Карст құбылыстарының пайда болуына қандай табиғи факторлар әсер ететінін және де карсттық тау жыныстардың жарықшақтағы карстующийся породы жарықтар пайда болған кезде қандай агрессивті су осы жарықшақтар арқылы тау жыныстарға сіңіп карст пішіндерінің қалыптасуына мүмкіндік туғызады екен. Бүгін енді судың жер асты циркуляциясын қарастырып кетеміз, ары қарай жалғастырамыз. Судың жер асты циркуляциясы, яғни гидрогеологиялық жағдайлар карст процесінің дамуында өте зор әсерін тигізеді. Карсттық аймақтарда өздерінің гидрогеология жағдайларымен ерекшеленген негізгі үш қабатты белдемді ажыратуға болады. Үстіңгі қабат жер бетінен бастап жер астындағы еспе, грунт судың бетінде деңгейіне дейін бұл топырақ пен атмосфералық ауа алмасу, яғни аэрация белдемі, судың тік бағыттағы циркуляциялық және еркін гравитациялық ауысу қабаты. Судың деңгейі жаңбыр жауған және қар еритін мезгіл сайын өзгеріп отырады. Ортаңғы қабат уақытша суға толық қаныққан қабат. Мұнда жер асты суы деңгейінің өзгеруі жер бетінен оқтын сіңген сулармен байланысты. Бұл қабатта судың циркуляциясы жазық бағытта ауысады. Бірақ карст аймағының шет жағаларында жер асты суының деңгейін істеу болады. Осы қабатты көптеген зерттеушілер карст түзу, үңгір түзу қабаты деп атаған. Оның шекаралары жер асты еспе суы бетінің ең жоғарғы және ең төменгі деңгейлері. Төмен қабат суға үнемі толық қаныққан қабат. Мұның жоғарғы шекарасы жер асты суының ең төмен деңгейі. Ал төменгі шекарасы су өтпейтін қабат. Бұл белдемде судың жазық бағытты циркуляция басымдау болады. Бұл қабат карст аймағының шет жағаларында өзендердің бастауы және бұлақ көздері жер бетіне шығатын белдем. Суретте жер асты суларының таяз орналасу өсімдіктерді сумен қамтуға қолайлы жағдайын тигізетінін көріп отырсыздар. Үстіңге еспе суы, ортаңғы су өткізбейтін қабат өтеді. Су өткізбейтін қабаттан кейін артезиан суы. Су өткізбейтін қабат жоғары және астыңғы жағынан өтеді. Су өткізбейтін қабат артезиан суы, еспе суы жоғары орналасқан. Карст пішіндері мен карст құбылыстары Орыс жазығында Қырым, Кавказ, Урал тауларында, Югославияда, ақш-та, Қытайда, Түркияда жиі кездеседі. Қазақстан көптеген кішігірім карст
пішіндері Қаратау жотасында, Маңғыстауда және үстірт жазықтарында дамыған. Карст аймақтарының бедер пішіндері. Келсек, карст бедер пішіндерінің беткі карлар, карстық шұңқырлар, қазан шұңқырлар, оқпандар, карстық көлшектер, ойықтар және он пішіндер, жұрнақтар және жер асты карст үңгірлер құздар жатады. Мынау бір карст пішіндерінің көрінісі. Ары қарай бұл суретті дамытып түсіндіріп кетеміз. Жер үстінде және жер асты пішіндерінің арасында өтпелі пішіндерге карстық құдықтар жатады. Және суретте қарастырдық, иә. Құдықтарын тереңдігі 20 метрге дейін карстық шахталар жатады. Жер бетіндегі карст пішіндеріне кар микробедері жатады. Кар деп тереңдігі 1-2 метрге жететін карбонатты тау жыныстар. Бетіндегі көптеген жарықшақтарды, жылғаларды және соларды бөлетін кішігірім үшкір тіске ұқсас қырқалар жүйесін атайды. Карлардың пайда болу себебі жауын сулары мен еріген қардың сулары қабаттың тау жыныстарының үстімен аға келіп, жарықшақтар бойымен төмен сініп, олардың жан-жақты қабырғаларын ертіп кеңейтуінде. Енді ары қарай келесі сабақта біз жалғастырып кетеміз тақырыбымызды.